Сұлуды аңсап сор қылма, сырласу. Бойдақ жігіттерге тыңдауға кеңес береміз. Көшеде келе жатып, үйленді деп естіген танысыма жолықтым. Аялдамада әңгімелесіп отырып қалдық. Құсың құтты болсын деп қолын алдым. Ол қуана қоймады. Келін қайдан деп сұрап едім. Солтүстіктен деді. Келініңіз міне мынау деп соткасынан көрсетті. Үлбіреген періште ғой мынауың дедім. Баяғда біреу елдің ыбырай, біздің ыбырай сұмырай деген екен. Соның кебін киіп тұрық бірақ деді ол өгінгендей. Сөйтті де, жаңағы үлбіреген бет мені алдап соқты ғой деп күрсінді. Неге деп мен шошып кеттім. Келін тура 28-де. Бір баламыз бар. Келісті де неге? Үлбіреген бетке мәз болып, бәріміз алданыппыз ғой. Алғаш көргенде үй ішімде қуанған. Бәрі оны періштеге теңеді. Сөйтсек, салақтың салағы, көк долының нақ өзі болып шықты. Алғаш анам әрі үйретті, бері үйретті. Бір дастархан жууды бір апта үйретті. Әйелге тән қасиеттердің бәрін үйрету мүмкін емес екен. Ыдыс-аяқты таза ұстау, үйді жинау, бәрінен мақұрым. Анам үйрете-үйрете ығыр шығып, бізді бөліп қойды. Бөлек тұрғаннан кейін дастарханыңды ашып қалсаң не жоқ. Шаш қыстырғыш, вареньенің үстінде өлген шыбын. Тазалап отырып нан жейсің. Айтсаң бәлеге қалдың. Тіл ұзын, шулатып жібереді. Адам өз кінәсін түсініп ұялушы еді ғой. Бұл оның орнына шу шығарып қорқытады. Жолмаған үйілген ұдыс. Төсекті бір аптада бірақ жинаймыз. Жата кетеміз. Мені де соған үйретіп алды. Бірде үйге кіре беріп, жолмаған ыдыс-аяқтың арасынан гаршокты қағып кеттім. Неге төкпейсің? Баққаның бір бала. Негеге қарамайсың? Деп еркек болып ұрыстым. Жап аузыңды. Менде бар қол, сенде де бар. Алып тастасаң өлмейсің ғой. Кісі баласы үйге қонақтап келеді десе зар жылайды. Нан елесе орамал салмай, аузымыздан шаш алып отырамыз. Тамақ жасаса бір беті күйе, бір бетон болып, шикі немесе күйіп кеткен, тіпті тұзы жоқ. Болмаса тұзы көп, әйтеуір ботқан аларды алдыңа лақтыра салады. Азық-түліктің ақшасына ішің ашиды. Үнемдеу дегенді мүлдем білмейді. Екеумізге бір қазан ұнамайтын тамақты жасап отырғаны. Алып соқтан да артылып, шашылып жатады. Бір күні бір сыйлы кісіні үйге ертіп келдім. Тамақ дұрыс болмай қалама деп ойлады да, сорпаға қатқан нанды турап шай берді. Ұялғымнан мелшиіп қалдым. Кеткен соң айтсам, қатқан нанды жараттым. Ендіге келмесе келмесін дейді. Кір жуылмай үйіліп жатады. Кейде киім таппай, сол кір киімдердің ішінен дұрысын тауып кетін кездерімде болады. Бір әкірен десең бір тазалайды, бірақ екіншісінде қалпына түседі. Сен қашан адам боласың? Тамағың анау, үйің анау, кір десең анау жатыр. Жылап шешесін шақырады да еңірейді. Маған бұрын мұның шешесі күн көрсетпеп еді. Енді мына қатын басшы күн көрсетпейді деп жылағанда, шешесі бір жағына өзің шық. Баламен бәрі де бір жағына шығады. Кісі келсе көмектес, болмаса адам тап дейді. Алып кетсе екен десең, ондай сөз аузынан шықпайды. Енеме шуланып менде досым Еркештің үйіне кетіп қалам. Еркештің сұлу болмаса да, қап-қара елінің пысықтығында шек жоқ қой. Қай уақытта барсаң да үй тап-таза. Үсті таза, басында орамал, жеркенбей тамақ ішесің. Біздің үйде тамақ ішіп отырып, тіліңмен неше түрлі нәрсені тауып отырасың. Еркештің әйелі 3 бала мен енесі де жоқ. Күйеуі мен ұқсап араласпайды. Кішкене күтіп отырсаң, алдыңа дәмі тілеретін тамақ келе қалады. Өз үйінен өзің жеркенгенде, Еркештің үйіне барып демалып әңгімелесіп жетісіп қалам. Мен қашанға оған бара берем. Еркешке біздің үйге жүрде мен үшін бір уайым. Біздің үйдегідей тамақ ішіп көрмеген Еркеш біздің тамаққа күлуі де мүмкін. Езілген тамақ келе ме, шикі тамақ келе ме, күйген тамақ келе ме, әлде тұзы бар, немесе тұзы көп тамақ келе ме, әйеліңе сенбейсің. Не өзің істей алмайсың. Бірден айтсаң ол даулатып жіберуі мүмкін. Соны ішің сезіп тұрады. Ең оңай тамағы сорпаға қатқан нанды турау, пияз қору, жұмыртқа қору. Осы үшеуін кісіге де жасай береді. Ұяласың, айтсаң шулатасың. Бәрін білесің де үндемейсің. Екі шұлықпен қазан тұтап түсіре салады. Киерде мына аппақ шұлық кие ғой десең, кеше қазанды ала салып едім. Басқасын кес алсаңшы дейді. Басқасының бірін тапсаң екіншісін ары жоқ. Дүкеннен ала салсаңшы дейді. Бірде шай ішіп отырып, шайдың дәмі сабын татығанын байқап қалдым. Шәугімнің бетін ашсам,
ішіне бала сабын салғыш салып жіберіпті. Ол шаймен бірге қайнаған. Алайда қалсаң мен әдейі салдым ба деп шу шығарып жібереді. Түнімен сериал көру, түске дейін ұйқы. Көршілермен өсек, үйдің іші желдетілмеген күлімсі. Мұғалім деген бір диплом бар. Қазір үйде отырғанда осындай. Жұмысқа шықса сол диплом маған уайым. Өзі сала қалай жұмыс істейді? Әлде мен үйді жинап үйде отырайын ба? Әке шешесі 30-ға жақындағанша тәрбиелей алмаған қызды күйеу қалай тәрбиелесін? Бұндай жағдайда ұрыс шыққанда төркін алып кетсе жақсы ғой, қуанасың. Өзі салақ, тілі сала құлаш, әдесе мәдейтін көкбет әйелден ығырың шығып жеңіліп, өмір бойына өкінішпен бірге өмір сүресің. Пысық әйел алсаң, 2 әйел алғандай боласың. Салақ әйел алсаң, жарты әйел алып, бір жағында өзің жүгіріп, кісі келе қалса, бір әйелдің істегенін екеулеп істейсің. Қыз кезінде бәрі жақсы. Жаман әйел қайдан шыққан деген мақалды бабаларымыз қалай тауып айтқан десеңізші. Иә, жан жарасына бастым ба, әйтеуір танысының айтары да көп екен. Түсінгенім, сұлу деп алған келіншегі өте салақ болып шығыпты. Дегенмен, бәрін тыңдап тұруға уақыт көтермеді. Қош айтысып автобусыма отырдым. Иә жігіттер. Расында жігіттер осы беттің әріне көп алданып қалады. Ал сол сұлу қыздың түріне сай болмай шығады кейін. Расында, сұлуды аңсап сорғума дегенде, қыздың жақсысы сұлу емес, мінезі жақсы. Пысығы, ер азаматын сыйлап күте алатыны. Хадисте де, қоқыста өскен қызыл гүлге қызықпаңдарды бекер айтылмаған ау деймін. Автор Алдаберген Үсен, Ел 24 кезет сайтынан. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.